Hello everyone, welcome to our English lesson. Баршаларыңызға сәлем, біздің ағылшын тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге ағылшын тілінде қолданылатын ең танымал 20 зат есімді өтетін боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Time, уақыт. Time, уақыт. What's the time? Сағат неше болды? What's the time? Сағат неше болды? Немесе Do you have time? Сенің уақытың бар ма? Деп те біз сөйлем кезінде қолдана береміз, иә? Келесі сөз ол бізде money, ақша. He makes a lot of money. Ол көп ақша табады. Ол көп ақша табады. Car, көлік. Есте сақтап аламыз. Car, көлік, иә? This is my car. Бұл менің көлігім. This is my car. Бұл менің көлігім. I love my car. Мен көлігімді жақсы көремін. Тағы да бірге айтып көрейік. I love my car. Келесі сөз ол бізде work, жұмыс. Work, жұмыс. I am at work. Мен жұмыстамын. Яғни мен жұмыстамын деп айтатын болсақ, I am at work. I get to work by car. Мен жұмысқа көлікпен барамын. Get дегеніміз бір жерге бару, жету. Coffee, кофе. Өте оңай сөз. I drink coffee every morning. Мен күнде таңертең кофе ішемін. I drink coffee every morning. I drink coffee every at work. Мен жұмыста күнде кофе ішемін. Tea, шай. Would you like a cup of tea? Сенің шай ішкің келеді ме? Home, үй. Есте сақтап аламыз. Home, үй. This is our home. Welcome. Мынау біздің үйіміз. Қош келдіңіз. This is our home. I am at home. I am not at work. Мен үйдемін. Мен жұмыста емеспін. Осы сөйлемізде есімізде сақтап аламыз. Movie, фильм. Movie, фильм. Let's watch a movie at home. Қане үйде фильм көрейік. Let's watch a movie at home. I love this movie. Мен мына фильмді жақсы көремін. I love this movie. Келесі сөз ол бізде food, тағам. Food. Let's order some food. Қане тамаққа тапсырыс берейік. Let's order some food. Қане тамаққа тапсырыс берейік. Let's order some food and watch a movie at home. Қане осы сөйлемді бірге аударып көрейікші енді қалай болады. Қане тамаққа тапсырыс беріп, фильм көрейік. Я, дұрыс таптыңыздар. Келесі сөз ол бізде water, су. Water. Can I have some water? Су ішсем бола ма? Өте жиі қолданылатын сөз, осы сөйлемдер. Would you like, яғни бір нәрсе қалайтын болсаңыз, would you like деген сөйлеммен бастап, ағырап өзіңізге қажетті затты айта берсеңіз болады. Қазір бір сөйлем берем, осыны бірге аударып көрейік. Кофе, шай немесе су қалайсыз ба? Осы сөйлемді ағылшын тіліне аударып көріңізші. Would you like some coffee, tea or water? Я, дәл осылай аударатын болады. Міндетті түрде есімізде сақтап алатын боламыз. Келесі сөз ол бізде friend, дос. Friend, дос. This is my friend from London. Мынау менің досым Лондоннан. This is my friend from London. Менің досым қазір жұмыста.
Дәл осы сөйлем қалай болады ағылшын тілінде? Ойланып көреміз. My friend is at work now. Жаңағы жұмыста деген сөз, at work. Бірнеше сөйлемдерді жаттап алып жатырмыз, Келесі сөз ол бізде school, мектеп. This is your friend from school. Бұл оның мектептегі досы. Менің балаларым қазір мектепте, олар үйде емес. Ал енді осы сөйлем ағылшын тілінде қалай болады? Қане аударып көрейік. My kids are at school now. They are not at home. Дәл осылай аударылатын болады, Келесі сөз ол бізде family, отбасы. Family. Менің отбасым қазір үйде. Ал бірге аударып көреміз. Қане? My family is at home now. Дәл осылай аударатын боламыз, есімізде сақтап аламыз. Келесі сөз бізде city, қала. I live in this city. Мен осы қалада тұрамын. I live in this city. Бұл өте ескі қала. Дәл осы сөйлем қалай аударамыз? Ескі деген сөзді ағылшын тілінде old деп айтамыз. Қане? This city is very old. This city is very old. Country, ел, мемлекет. We live in this country. Біз осы елде тұрамыз. We live in this country. Біз осы елде тұрамыз. In this country, people speak English. Ал енді осы сөйлемді бірге аударып көрейік. Бұл елдің халқы ағылшын тілінде сөйлейді. In this country, people speak English. Кеттік. Келесі сөз бізде wallet, әмиян. Wallet деп айтылады. I keep my money in a wallet. Мен ақшамды әмиянда сақтаймын. Есімізде сақтап аламыз. Менің әмияным қайда? Ал осы сөйлем қалай болады ағылшын тілінде? Аударып көреміз. Әмиян ол бізде wallet, Where is my wallet? Яғни менің әмияным қайда деген сөйлем Where is my wallet деп аударылады. Мынау сіздің әмияныңыз ба? Деп айтатын болсақ, Is this your wallet деп айтсақ болады, Өте жиі кездесетін сөз. Келесі сөз ол бізде photo немесе picture. Ол бізде фото. Бұл менің сүйікті суретім. Ал осы сөйлемді ағылшын тіліне аударып көрейікші. Қалай аударылады екен? Мұқият қараймыз. Photo немесе picture. Бұл менің сүйікті суретім. This is my favorite photo. Сүйікті деген сөз ол бізде favorite екен, Есімізде сақтап алдық деп ойлаймын. Келесі. Can you take a picture of us? Бізді суретке түсіре аласыз ба? Ең жиі қолданылатын сөйлемдердің бірі міндетті түрде жаттап алуға кеңес беремін. Ал кеттік. Келесі. Store, дүкен. Store, дүкен. This is my favorite grocery store. Бұл менің сүйікті азық-түлік дүкенім. This is my favorite grocery store. Бұл менің сүйікті азық-түлік дүкенім. Жақын жердегі электроника дүкені қайда? Ал кеттік. Осы сөйлемді бірге аударып көрейік. Дүкен ол бізде store, Where is the nearest electronic store? Nearest дегеніміз ең жақын, жақын жердегі дүкен сұрап тұр. Келесі сөз ол бізде shopping center, немесе mall, сауда орталығы. Жақын жердегі сауда орталығы қайда? Ал осы сөйлемді аударып көрейік. Қалай болады екен? Сауда орталығы, mall. Where is the nearest shopping center?
немесе where is the nearest mall деп те айтсақ болады, иә. Бұл сөйлемді есте сақтап аламыз. This shopping center has a lot of stores. Ал осы сөйлем қалай аударылады екен? Ойланып көреміз. This shopping center has a lot of stores. Бұл сауда орталығында көптеген дүкендер бар. Кеттік келесі. Phone, телефон. Phone, телефон. I got my phone in the store. Мен телефонымды осы дүкеннен алдым. I got my phone in the store. Келесі, I use my phone every day. Осы сөйлемді аударып көрейік. Ең жиі қолданатын сөйлемдердің бірі бұл да сөйлеме. Мен күнде телефон қолданамын. I use my phone every day. Мен күнде телефонымды қолданамын. Пайдалы болса міндетті түрде осы сөздерді жаттап алған боларсыздар. Бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі ең маңызды кездесетін 20 зат есімді үйрендік. Міндетті түрде осы сөздерді сөйлемдермен бірге жаттап, өмірде қолдансаңыздар болады. Ақпарат пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.